Молодцы. Рахмет. Екінші дастырғанымыздың ең алғашқы ақ тілегін бастайтын. Бүгінгі біздің Аида ханымның сыныптастары деп жазыптары да тағайын. Олай болса ортаға шақырайық. Лаура бастаған, Жанагүл, Айгерім, Гүлнар, Шайзада, Гүлзия, Малина, Вареня, Клубника деп жазып. Келіңіздер, классасар! Тамаша, келіңіздер Роза. Өмірдің көп қойсаңы, қызықтың алда бәрі. Ай, рахмет.
Ал енді мына сыныптастар шақырып отырмыз. Екеуміз екі жаққа тұрайық. Қазір ортаға міне тағы да жігіттеріміз Құрманғазы мен Танатбай ағаларымызға бір шапалақ соғайықшы. Қошеметпен міне сонау Қарағанды қаласынан келіп жатқан дуғыл шапалақ, қошемет! Бәрекелді, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Баршаларыңызға қайсымыз бастаймыз? Лаура бастасын. Қызын жол жешке қой. Ал құрметті қонақтар, бүгінгі менің жан құрбымның тұсау кесер баласының сүндет тойына қош келдіңіздер. Осында алыстан ат серлетіп, жан жақтан Аиданың достары, туыстары, апалары, әпкелері, барлық жақындарына үлкен мың алғыс. Мен Аидамен 5 жасымнан бастап бірге екеміз подругамыз, менің жан құрбым. Қандай қиыншылық болса да, қиыншылық болса да, той болса да, әрдайым қасындамын. Аиданың балалары мен үшін өзімнің балаларым сияқты жақсы көрем. Барлығын Саконы 3 жасынан бастап танимын мен. Сако қазір міне 19-ға келеді скоро. Осы Аиданың үйінде тек қана осындай үлкен тойлар бола берсін. Ең біріншіден Аиданың мамасы біздің мұғаліміміз, директорымыз Гүлшара Кадыровнаға үлкен рахмет. Біздің осы Хамзатты Аидаға өсіріп, еркелетіп, еш нәрсеге қалай чөті? Ешкімнен кем қылмай өсіріп қаққаныңыз үшін мың алғыс сізге, Гүлшара Кадыровна. Ал енді алыстан келіп жатқан, міне Тараздан келіп жатқан менің достарым Аиданың достары болып кеткен Жасик пен Дарья әпке, Жасик Моляға үлкен рахмет. Жанка Көкшетаудан келіп отыр, үлкен рахмет. Қарағандыдан келген бүкіл қонақтарға үлкен рахмет айтамын. Сіздердің үйлеріңізде де осындай әрқашан той болсын, тек қана қуанышта кездесейік. Осы Хамзат баламыз үлкен азамат болсын, еліне қалаулы, еліне атаулы жігіттердің бірі болсын. Тек осындай тойда кездесе берейік. Аида, мен сені жақсы көрем. Мен сенің әрқашан қасынан табыламын. Бірге балалық шақты өткіздік, бірге бір нанды қантпен, маймен жағып өстік. Қармен далада ойнап. Бүкіл майын сен жеп, мұна құрнан жеген сияқты. Солай болсын. Қарды мұзы жеп бірге өстік қой, Баритова көшесінде. Біздің еске алар күндеріміз, сәттеріміз өте көп. Сондықтан, жаным, мен сенің әрдайым қасыңнан табыламын. Сен өзің ашық жарқын, адал, қонақ жай, сондай адамсың ғой. Сенің Алла ниетіңе, осындай ниетіңе үйіп төгіп бере берсін. Балаларыңның несібесі болсын. Тек қана арамызда бай, күш, қуатты болып, әп-әдемі осындай сұлу мен подругам барыма. Аллаға шүкір, мыңда бір рахмет. Ол Гүлшара Кадыровнаға рахмет.
сол енді барлықтарыңызға тек қана бақыт тілеймін, достық тілеймін. Осындай тойда кездесіп жүре берейік. Сол үшін алып қойыңыздар. Қошеметтеріңіз. Өте аз айттыңыз. Ал енді Лаурадан кейінгі құрбысы мен болам. Сен не жедің? Біз де біраз нәрсе жегенбіз. Енді Аиданы осы Аида оған дәрежесі, ол осылай келе салған жоқ. Көптеген қиындықтардың арқасы, оны өзің де білесің. Жанарқада бірге болдық, көптеген қиындықтарды көрді, басынан көптеген оқиғалар өтті. Соның бәріне төтеп беріп, мұны алдарыңызда осылай жарқырап тұр. Енді ол ата-анасының арқасында, бауырлардың арқасында, достардың арқасында деп білем. Сен аузын ашса жүрегің көрінеді, бәріне қамқор жүрсің, бәріміз түсінесің. Енді бір сөзбен айтқанда, саған тек қана жақсылықтар тілеймін. Сол енді бақытты бол, балапандардың қызығын көр. Біз енді класстастар емес, біз екеуміз. Бұл кісілер шыққаннан кейін поддержкаға шыға салды. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, ассалаумағалейкум құрметті жақсылар мен жайсаңдар, құрметті игі жақсылар. Бүгінгі осы кішкентай ғана тұлымшағы желбереп жүрген ат жалын тартып мінетін Хамзаттың сүндет тойы құтты болсын деп бізде Қарағанды шаһарынан осы елге жеттік. Бүгінгі қуаныш құтты болсын. Қуанышты бөліссең көбейеді деді. Бөлісетін қуаныштарыңыз көп болсын. Үйлеріңіз мұрагерге, сырты құлагерге тола берсін. Енді ардақты ағайын, құрметті жақсылар, тойымыздың төрінде отырған баламның табанына кірген шөгір менің маңдайыма қадалып қалсын деп ақ тілеген ақ батасын арнап жүретін ақ жаулықты анамыз Гүлшара анамыз аман болсын. Осы анамыздың ақ батасын алып, көсегелеріңіз көгеріп, көрпелеріңіз ұлғайып, үлкен ақарылда шақарылы көкірегі бұлаққа, құшағы жұмаққа айналған беделді бір бедәулетке айнала беріңіздер. Бүгінгі Хамзаттың сүндет тойын бөлісуге алыс жақыннан жиналған ағайын туысқанның басы бір арнаға тоқайласты. Алақандай жүректегі алатаудай ақ тілектер жолданып жатыр. Осы бір тілектердің барлығысына періште әмин деп Аллах тағала қабыл етсін. Хамзатымыз үлкен азамат болсын. Енді Аида ханым туралы айта беретін болсақ, өте көп. Мақтасаң сөзің жетпейді, таңды таңға асыруға болады. Жан подружкасы айтты ғой, аузын ашса жүрегі көрінеді деп. Енді қысқа уақыт аралығында таныс болсақ та, өте бір аңқылдақ, құшақ жайып қарсы алатын, қонақ жай, жайсаң мінезді, ақ көңілді, кең пейілді Аида Хамзаттың анасы аман болсын. Көретін қуаныштарыңыз көп болсын, тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Той құтты болсын, Ағадыр. Құрметті жерлестер, Ағадыр бақыт мекені деп, сол Ағадырдан өзіміздің бағымызды таптық, өзіміздің берекемізді алдық. Мен бүгінгі той иелері Орекең мен Гүлекеңді құттықтағым келеді. Сүндет той бұл атана үшін міндет той. Мұсылман болды дейді. Ол негізі қате сөз. Адам шыр етіп дүниеге келген кезде мұсылман болып туылады. Одан кейін әр қарай кім болатын ол ата-анасы шешеді екен. Сондықтан сүннеті орындалып жатқан біздің Хамзаттың сүннеті берік мұсылман болуына Аллах тағала нәсіп етсінші дедік. Бүгін жұма күні қылған тілектеріңізді Аллахым қабыл алсын. Гүлшара Қадыровна, Ореке, ата-анасы бар үйде береке бар деді. Әкесі қимылдамаса да, әке отырған жерде молшылық бар деді. Ал пейіштің кілтін табам десең, анаңа жақ деді. Олай болса біздің қазір Аиданың мүмкіншілігі зор. Осы екі кісінің алғысын алса, тек қана жолы болатынына мұнда отырған ағайынның бәрі сенімді. Мен Аиданы бала күнімнен жақсы танимын. Енді жаңа біздің Лаукатай айтып отыр ғой, қиыншылықты да бірге көрдік, нанды бірге жедік деп, бір отырып келген адамдар сияқты екеуі кәдімгідей ше. Бір түрме көріп, бір қиыншылық көріп келген адамдар сияқты. Олай демейік қояйын. Менің ең тәтті, ұмытылмайтын қызық шағымның куәгері осы екі қыз. Гүлшара Қадыровна, сіз білесіз, мен бұл кісіні мама деймін. Бұл кісі енді
айтпай қойын отбасында неше бала деп. Бұл кісінің 3176 баласы бар. Әр мектептен түлеп ұшқан бала Гүлшара Кадыровнаның баласы. Сондықтан бұл кісіде сүндеттеліп жатқан, сүндеттелетін, сүндеттеліп қурап кеткендері де жетеді бұл кісіде. Сондықтан Гүлшара Кадыровна, сол артыңыздан ерген түлектеріңіздің сізге деген алғысы, сізге деген рахметі шығар. Балаларыңыздың көсегесі көгеріп, көрпесінің кеңіп жатқаны. Осы Орекең мен Гүлекеңнің алған жақсы тәлім мен тәрбие шығар. Біздің Аиданың есеппен емес, шын жүрекпен сыйласатыны. Мен Аиданы неге олай деп тұрған себебім, менде беретін ақша да жоқ. Бай да емеспін. Гаишник ұстабаса, гаишникті развайт етіп бере алмаймын. Бұл менімен Алланың разылығы үшін, сол естелік болып қалған жастық достығымыз үшін араласып жүрген қыздың бірі осы. Ал енді мен бизнесмен болсам, тендер ойнатып, общепитта жүрсем, жарай түсінікті, по бизнесу деп айтатын. Мен бейшарада түк жоқ үшін айтам. Мен халық береді, өз алады, өз жібереді, несібеміз халықтың арасында теріп жүрген тамаданың бірі бізде сондай адамбыз. Бірақ та мен үшін бұл кісінің орны бөлек болып қалды, бөлек болып қала береді Аида. Енді осы ата-ананың қызығы қой, осы кісілер үлкендер аман болсын. Бүгінгі Ағадырдың жұртын Елорданың ортасында, Есілдің сағасында, осы бір Астана қаласында жидың, екінің бірі егіздің сыңары жасамайтын бұндай қуанышты сен жалғыз болсаң да үлкен жүкті көтеріп, осы бір міндетті атқарып жүрсің. Өзі қар жауады, із басылады, көп нәрсе ұмытылады ғой. Бірақ та осы бір балаға кейде қыз болсын, ұл болсын, 10 жігіттің несібесін, 10 жігіттің күшін беріп қояды. Сол кім деп көрсететін болсаңыздар, мен ұялмай Аиданы көрсетем. Атұстарың, мирасқорыңның қызық қуанышы құтты болсын. Енді жоқ жомарт деген сөз бар қазақта. Менде жоқ болса да елден алған бір дүниелерім бар. Мына Хамзат балаңның астына менің атымнан бір жабағы. Енді Таңатеге бір жабаға мінгесіп келді деме енді. Барымызды беріп атырмыз. Осы Таңатегеміздің атымыздан бір жабағы болсын. Декабрды 16 күні жылқы ұстаймыз Алла қаласа. Сол кезде сойып әкетсең болады. Ал егерде жоқ жүре берсін, кейін Хамзат өзі барып мінеді десең, тағы да өзің білесің. Ал енді өзің сойып әкел десең, енді біраз килограмм еттер азайып қалуы мүмкін енді. Сондықтан енді қарайлайсың. Ал енді жерлестер, мен сіздер жақсы көрем. Осы Астанада қауышып, жүздесіп, кездесіп жатқанымызға, қауышып жатқанымызға дән разымын. Үлкендерді көріп, осындағы достарды көріп, жақындарды көріп, шын бір жақсы демалыс болды. Мен үшін бүгін Рухи Верктің өлеңі естіліп, рас айтам, қыз күнім есіме түсіп бір әлі бойдақ болып, жас болып сезініп жүрмін. Осындай атмосфера, осындай настроение сыйлап отырған Қоймановтар әулетіне Алла күш-қуат берсін деген келеді. Жасаңыздар, бар болыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер, тілдінің тілінен, көзінің көзінен, Орекеңнің отбасын Аллам сақтай берсін. Ореке, артыңыздан ерген ұлдарыңыз бір-бір ұрулы ел болсын. Өсіңіз, өніңіз, бар болыңыздар, тек қана жақсылық болсын. Енді мына жерден алыстан келіп отырған біздің Аиданың достары, құрбылары, енді бұл тойдың басы шығар енді. Аида күнде осындай той жасайтын мүмкіншілігі бар енді. Осыдан кейін тағы да продолжение банкета деп атыр, жол жабылып атыр, трасса жабық деп атыр, естідіңдер ме? Говолет деп атыр. Соны енді байқап атырмын енді. Бүгінгі той халал, арақ жоқ, чисто виски ғана ғой. Ал, той құтты болсын, айтар осы. Енді бүгінгі біздің мерекеміз, осы бір қызық қуанышымыз, біздің әріптесіміздің арқасы деп ойлаймын. Енді осы жерде біраз алуан жүйрік бар дейді, айыліне қарай шабады. Мына бүгінгі мерекеңде біраз уақытыңды алып қойдық, кішкене сөйлеп қойдық, айып етпейсің. Мен өзімде жақтырмай тұратынмын. Бір вниманиясы жетіспей жүрген адамдар болады ғой, бір сөйлеп тұрып алатын енді. Құдай сақтасын, ондай емес енді. Десек те, анау орайы кесе орып қалып,
ыңғай келсе айтып қалатын қазақпыз ғой, сол орай келгеннен кейін айтып жатырмыз. Аида деген осындай дос болатын, осындай беделді азаматша болатын, соның шашбауын ғана емес, еңсесін көтеріп тастайықшы деп сөйлеп жатқан жайымыз бар. Тойың тойға ұласын, осы тойдан 10 шақты той арқалап кетуге Аллах тағала нәсіп етсін. Қошемет қайда ардақтар. Рахмет, міне жаңа сыныптастар, шынымен де көп рахмет, Алла разы болсын. Енді Аида жабағыны ертең барып алып ал. Міндетті түрде. Оны бәрін Лаура білет десең, шапала соғайық, бір суретке түсіп алайық. Сыныптастарға рахмет, Алла разы болсын, бір қолда қойыңыздар шарда. Ал енді қазір міне ортада екінші дастарханымызда керемет. Енді әу демейтін қазақ жоқ, шыны керек, қонақтардың ортасында әншілер бар жар, иә? Ән айтатын. Келіңізші, сонау Тараздан келген қонақ, шапала қырайықшы қошеметтеріңіз. Стоп. Құдай сіздің биіңіз мынандай емес еді ғой. Антракта ха деп күшті қылып шықшы. Шығыңызшы, келіңізші. Сонау Тараздан келген қонаққа шапала соғарды. Міне көрдіңіздер ме, қаншама километр шақырымды артқа тастап бүгін міне осындай тойдың куәсі болып, себепкері болып, шын ниетпен келіп отқаныңызға рахмет. Бұл жеңгеміз билеп те береді, ән де айтып береді. Түріне қарасам, екінші дастарханнан төлесіп те беретін сияқты, Құдай сақтасын. Олай болса, тамаша ән болсын деп сізді ортаға шақырып, екінші дастархан сіздің керемет даусыңызбен бастағалы жөн көрдік, Ал подружка Алла Пугачевой. Шапалақпен, қошеметпен қолдап отырыңыздар. Дария анамызға жарықтығы осындай батамы, жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпы, жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпы.
мен жақсы көрем. Иә, мен өте жақсы көрем. Бізді Құдай кездестірген шығар. Енді әрі қызымдай көрем, әрі подружкада мамасы бәрі бола берем мен. Рахмет сізге. Жүрегіңіз кейін екен. Күшті. Бізді де қабылдасаңызшы. Шапалара қошемет. Рахмет. Сен мына Қарағандыда ше, осылай біреу аузын ашты ма, сразу аузына ақша тығып жүретін бір салт бар. Менің атымнан 5000 теңге әдемі әнің үшін. От души. Өнер сатылмайды апатай, өнер бағаланады. Мынау менің берген бағам. Рахмет. Тара шаһардан келген Айдахан досына бір қаттырақ қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Менің де атымнан 5000 теңге құраке, сіздікін қайталап жатырмын. Билеттің жарты ақшасы болсын деп жатырмыз енді. Рахмет. Кетпеңіз, берсендешті, кім не береді дейсің. Шапалара қошеметтеріңіз. Өте керемет. Міне, енді ол өнерде, тойда жүрген әр өнерпаздар, міне, асаба ағамыз. Иә, біздің міндетіміз алу, кетіп қалу емес, біз елден алғамыз қайтарамыз. Иә, солай, шынымен де міне, ағаларымыз аман болсын. Осы кісілерге қарап бойын сөйлеп, осы кісілерге қарап тәрбие алып, осы кісілерден сабақ алсақ, иә. Ой, рахмет, маған да бір жол болсын, бір 5000 теңге бермейсіздер. Жарайды. Олай болса, той құтты болсын! Самые сочные, самые мощные, сондай харизматичные, сондай үш жігіт, үш қыз керек ортаға. Келіңіздер, ортаға келіңіздер. Пар-пармен келіңіздер, ортаға. Үш жігіт шақырайық, үш қыз, үш жігіт келіңіздер. Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен и теряет. Свою жизнь для тебя превратил в мир. Билеп! Ойбай, не, бәрің жалайын деп атсыңдар ма маған? Ал, келіңіздер, екі-екіден тұрайықшы. Қайда? Сіз тұрай берме, бәрі бейше болса да ештей етпейді. Міне молодец. Құда екеу, міне жып. Бақытты олыңдар десің. Күшті. Сіз қалдыңыздар, наконец. Сау болыңыздар. Жолдарыңыз болсын, апа. Жолыңыз болсын. Пакетті ұмытқан жоқсыз ғой, аха, сарқыт обязательно. Енді бірінші орын гран-при жаңаны ұтатын боламыз, иә. Енді сіздерге 3 секунд уақыт. Команданың атын табай құрайық, иә. Қойықшы бір-бірін капитан командалардың аттарын кеттік. Күшті болсын, необычный. Еште етпейді. Бәріміз қатысайық, қазір арасында енді мықтылар қалады ғой. Название команды. Ақылдасып алыңыздар бір-бірлеріңізбен жалпы. Ау! Пегас қой, Пегас. Не деген фантазия ма мықты. Команда Пегас, шапалақ ұрайық. Рахмет. Команда Пегас деген кезде необычно сіздер өздеріңді представлять ету керексіз. Ортаға шығып билеп па, еңкейіп па, шалқайып па, осында келіңіздер. Команда Пегас! Болды. Екеуі бірінші орын алатын сияқты күшті. Және де? Қарағанды. А что, настроение жоқ қой. Команда Қарағанды! Молодцы. Күшті. Команда? Хамзат. Қараңыздаршы, необычный выход деген осылай болады. Хамзат и его команда! Команданың бар ғой, мына кісі бар ғой, мама, бұның өзі мынаны өзі жетіп жатыр ғой. Күшті кәдімгі. Никонеттің туған сестрасы. Қойш, бәсе, алмайды. Ал, енді қазір бүйтеміз. Бір-бірдеп қазір жұп-жұптарымызды ортаға шығып билейміз, иә, біздер келісті. Ал, келіңіздер, бірінші сіздер бастаймыздар, ал. Қарағанды начинает. Ал, Қарағанды келіңіздер ортаға бір жақсы би болсын. Ал, патешка қайда, Қарағанды!
братан, молодец, барын салып жатыр, не бар көрсетіп жатыр, кәдімгі шапалақ ұрайықшы Қарағанды, керемет. Ойбай! И поддержка! Қошемет, қошемет! Қарағанды семейсі поддержка! Стоп, стоп. Артында не істеп жатсың? Керемет. Хамзат его команда, есть поддержка? Молодцы, керемет. А так-то Ағадыр непростой. Қайда баратсыңдар? Кет, Ағадыр, кет, поехали. رايح نسهر رحنا قعدنا قدام الكاس قلت له بلاش مش بشرب طلبت عصير انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل Ай, болды. Ана қызға риза болдым мен кәдімгі. Молодец. Шын ниетпен келдіңіз ғой, иә? Биіңіз күшті ұнады халыққа. Оның бәрі қасындағы ер азаматтың арқасы деп бір шапалақ ұрайық та, Құдай-ау, Ағадыр! Ай, мынау командалардың аттарын білмейді. Пегас қой, Пегас. Шынды бала. Кет шапалақ, қошемет. Ау! Ехей! Ищемся! Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Красавчик, тут такой молодец. Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет одет. Ну такой ути-пути. А, ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой ағашка. Тоқтанавись. Күшті керемет. Вообще керемет. Қыздар, әркім өз жұбына қарап тұрсын, иә? Жұптарыңыз тапсаңыз, или былай тұрыңдар, разница жоқ, әтеуір бір-бірін жоғалтпасаңдар болды. Аха, мына жаққа тұрсаңыз, иә. Міне, бір-біріңе қарап тұрыңдар, әр жұп өзіне қарасын. Сенікі әдемі еді ғой. Енді қазір музыка болса, бәріміз бірге билейміз. Музыка тоқтайды, әркім өз жұбын көтеру керек. Саған Алла разы болсын, жар болсын, братан. Кім көтереді? Бірінші орын, сразу. Или болмай жатса сіз көтеріңіз. Ал кеттік, шапалақ билейміз, танцуй, поехали. Мастер, алдамыз. Тасып жатыр, бойда батыр. Эй! Стоп. Эй, күреспейсің, не істеп жатсың? Күрес бөкетті. Сташ, қолынан ұстасай. Екеуің мешітке барыңдаршы, бар. Рахмет, бір шапалақ ұрайсыз, қошемет, мама. Мына қыз неше анан қабырғасын айтсайшы десе. Олай қатты көтермейміз, музыка біткесін, просто көтер, жігіттер, қатты, не надо, просто көтеріп көреміз. Братан, сен берілмеу керексің. Ал мына кішкентай балаларды алайық, танцуем, бірінші билейміз, музыка тоқтағанда. Кеттік! Қошемет қайда? Войтода. Идите! Вот это танец! Где, друзья, поехали! И стоп! Болды, стоп. Болды, молодец. Неге сен өзің жүгіресің? Құтты бір Титаник сияқтысың сен. Мына кісіге риза болдым. Билеп жүріп, еще ішінен санап жүр.
дайындалып тұр да. Уже білді да мына кісі секіретін, братан. Күшті кетті. Мен не көтермейсің десе. Молодцы, міне. Қалай күшті батыр, да? Қай команда күшті? Команда Ағадыр. Команда Хамзатова, команда! Команда Қарағанды! Рахмет, жігіттер, енді бір-бірімізге қаратырайық қыздарға. Енді сіздерге сұрақ. Олар көтереді ғой 9 айдан кейін. Былай ғой, енді жаңа биледіңіздер, бір-біріңіз көтердіңіздер. Енді өзіңіздің жұптарыңызды мақтайсыздар. Мысалы, бұл ханымның қай жері ұнады билеген кезде? Бәрі жері ұнады. Бәрі жері ұнады, иә? Шапалағырайық, молодец. Керемет. Сұрауға да ұялып тұрмын кәдімгідей ше. Қай жері ұнады? Арқасы. Арқасы ұнапты, шапалағырайық, арқасы. Прямо кожасын алақаным тие береді дейді өйткені. Әумин саған. Қай жері ұнады? Күшті биледі. Мойны. Мойны шапалағырайық. Ал енді жігіттер, кімнің қай жері ұнады, сол жеріне сүйіндер. Бас алға. Қошемет! Рахмет. Братан, конкретно той ғой. Жігітше ғой, сказал, надо сделать. Маңдайына ғана ескет болды. Но білесіздер ме, негізі екеуіңіз бұлай жұмыссыздар ма өмірде? Ерлі зайыптыларсыздар? Ой, тем более күштіміз бе? Ой, өшір светті десеге. Рахмет. Негіз бар ғой, шын ерлі зайыптыларсыздар ғой. Мынау тойдың алдында дейді, осындай кішкентай баланың тойын алдында дейді, әйелінің 10 бетінен сүйсен 10 сауап дейді, білесіз бе? 10 бетінен сүйсен 10 сауап дейді. Сүйсеңші 10 сауап күшті емес пе? Шапалақ қайда? 10 бетінен, 10 бетінен, Стоп! Асықпасай, сол бетінен сүйсең 50 сауап дейді, сол бетінен сүй. Сүйсең? Маңдайынан ескесен 2-3 сауап дейді. Осыны бәрі қонақты алдынан істесен ұят болады дейді. Шапалағырайық! Ал бәрекелді, керемет, осындай қуанышта, осындай керемет. Енді қазір бір-бір деп айтамыз, сіздердің қошеметтеріңізбен анықтайық. Мен ойлаймын, бірінші орында кәдімгідей Ағадыр алған сияқты, иә? Бірақ енді қазір көреміз. Қарағандыға шапалақтарыңыз. Стоп. Без музыки. Қарағанды. Ағадыр. Стоп. Өздеріңіз айғылауға болмайды. Не сонша кәдімгі бір мисс Қазақстан болып отқан сияқты? Ағадыр. Қарағанды, рахмет. Рахмет. Алла разы болсын. Хамзатова команда! Ағадыр! Ағадыр! Мама! Мама-оу! Оу! Мама, қараңшы, кім жақсы? Ағадыр! Екеуміз өсек соғайық, не дейсің? Короче, команда Ағадыр, команда Хамзатова команда. Мына кісі бір жайдармын отқайсың. Мен досымды сатпаймын, сондықтан Құрманғазыға берем. Хамзатова команда! Есеп бірде бір. Енді мына үлкендерден сұрайықшы, ағалар енді айтсаңыздаршы. Ағадыр. Ағадыр! Хамзат! Енді бұл өте қиын, шынымен де. Аида. Асықпа. Аида. Кімнің кім екен осы жерде білесің? Жүр. Көзіне қарама. Қарама көзге. Жабағы берді. Мұнаны істеп тұрған мынау. Ой, тамаша. Соберись. Вздох. Выдох. Вздох. Выдох. Дайымыз ба? Қазір көреміз, асықпаңыздар. Кім бірінші деп? Қайсы деп ойлайсың? Екеуі де жақсы. Жоқ, енді бір билесін. Тағы бір билесін ба?
Кеш аға, сен кеш бәрін көріп тұрсың ғой. Кім жақсы билейді деп ойлайсың? Дұрыс айтады, бір билесін тағы. Давай, бір-бірден көрейік па? Ал, мен сендерге сенем. В общем, білгендерін сендер. Сіздерін басайық, общий билейікші, общий. Vatanımın gülü sizler, o yiğit çok kızlar. Vatanımın gülü sizler, o yiğit çok kızlar. Мен даже білмеймін, енді мен білмеймін. Бірінші орынды даже міне шаштан да білуге болады. Бағана қандай еді қазір және. Уже кетті, фу. Тағы да істейші. Біраз істейікші, шыда бүйтіп қайтып. Екеуіңді Алла қосқан екен. Ал, команда Ағадыр. И команда. Айттың ғой, жылқыны маған бере салды. Шапалаңырайық, рахмет. Жарайды. Бөрі кәрісін сыйлайды деуші еді, олар сыйлаудан да қалған екен. Мына екеумізді қарттар деп кішкене бере салу деген жоқ, шаршады ғой, әшім түсті ғой деген. Вообще, оңбаған екен. Бірақ, братан, сізге джекпот! Бүгін міне керемет сый-сияпатты табыстайық. Біздің гран-приді алып келіңіздер. Ортаға бүгін барын салған, сіздер үшін энергиясын аямаған, биін аямаған, әр қайсыңыздың көңілінен шыққан команда Ағадыр. Қошемет! Ал, әкеліңіздер сый-сияпат. Гран-при! Ал, рахмет. Енді мынау женіп, мынау бірінші орын алу гран-при деген қалай болды жалпы? Қалай жеттің? Өте тамаша, мына қыздың арқасында жеттім. Құдай. Сіз қалай жеттіңіз? Мына кісінің арқасында жеттім. Бір-бірің арқалар күн көріп атсыңдар осы десе. Шапала, қошемет, гран-при! Ал сізге. Брада. Алла разы болсын. Осындай достарға шапала соға. Рахмет. Құдаша Жанара дейді. Келіңіз ортаға. Қайдасыз? Жанара Құдашаң шақырамыз. Жаным деп күн арам, күнде саған барам. Сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсың. Билеп келіңіз. Жанара Құдаша. Сүйдім сені күн барам. Хей, жаным деп күн арам, күнде саған барам. Сенен хабар жоқ қой. Ал енді мына сізді шақырған себебім Жанара деген бәрі сұлу келеді негізі жалпы өмірде. Сіздің сұлу жүзіңізді көріп, сіздің тәтті балдай тәтті тіліңізден жақсы тілек тыңдайық деп шақырып отырмыз. Сондықтан да Аида Жанара ханымнан Құдашадан жақсы тілек болсын, тыңдайық, улап шуламай сабыр сақтайық. Қош келдіңіз. Рахмет. Тихо. Жалғыз өзім шыққан қызық екен. Ал Кадырна міне Астанада, Қазақстан Астанасында дүркіретіп той болып жатыр. Сіз бақыттысыз. Сіздің ұлыңызда, қызыңызда, ұлыңыз ұяда, қызыңыз қияға қонып, немере шөбере көріп, міне осындай үлкен дастарханда сізді қуанышымен бөлісіп балаларыңыз үлкен енді жетістіктерге жетті деп ойлаймын балаларыңыз. Соның арқасы сіз бақыттысы жансыз. Осы бақытыңыздан Алла айырмасын. Әрқашанда өсіп жарқырап, ауырмай сырқамай жүре беріңіз. Міне Аида жана айтып жатыр ғой, Құрманғазы кластасында 10 жігіттің істей алмаған ісін істеп атсын. Рас. Енді оны біреу біліп, біреу білмейді. Осылай ешкім той жасай алмайды. Сені осы жаңағы қиыншылықтардан өтіп осыған жеткізген бір Алла саған жар болсын әрқашанда. Осылай жетістіктерге жете бер. Біз қуанып жүре берейік.
міне нағашыларын ат мінгізіп жатыр. Сүндет той деген міндетті түрде жасалатын той дейді. Нағашылары ат мінгізіп, ашамайға енді мінді деп, жана айтты ғой, мұсылманы емес, азамат болды деп ат мінгізеді екен нағашылары негізі. Міне нағашыларын ат мінгізіп жатыр. Керемет. Сол той-тойлыға оласын. Сүндет той арғарай жалғасын таба берсін. Енді дастархан тек қана осындай қуанышқа жайылсын. Тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Осылай аман есен дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайылып, ойнап күліп жүре беріңіздер. Осылай достарың көп болсын. Аман бол. Тіл көзден аман бол. Бақытты бол. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Осылай алтын уақытыңызды қиып келгеніңізде. Бір доғыл шабаласуға көп рахмет. Алғысымыз шексіз, алғысымызды білдіреміз. Ай, тамаша. Ал ардақтай құрметті қонақтар, енді мынау бір дос бар Алматыға өткенде, бір дос бар Астанаға жеткенде, достың да досы болады өмірде дейді. Сондықтан да бүгін міне барша достарымызбен осындай қуанышты бөлісіп отқан, әрқашанда қиындықта болсын, жақсылықта болса қолдап жүрген. Осы бүгінгі Аида ханымның бір топ достары бар. Астана қаласының достары, Қарағандының достары, екі жақты бөлмейміз деп шештік. Барша достарды бірге ортаға шақырымыз келіп отыр ардақтай. Барша достарды шақырамыз, келіңіздер ортаға. Астаналы Қарағанды достары келіңіздер барша ортаға. Достар келіңіздер. Тараздан келген қонақтар, Дария Жанара. Достар, айғай шуғайда көңірек. Мен әрке жақсаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның күйіп қылған көңірім, менің досым барлығынан жақсарам. Досы көпті жау алмайды дейді, көрдіңіздер ме? Сіздің осындай қолдаулық достарыңыз, жанашырларыңыз, қастарыңызда. Киелі 2000 жылдық тарихы бар, сонау Тараз қаласынан келген жайымыз бар деп қойын. Құрметті қонақтар, қош көрдік сіздерді. Бүгінгі той құтты болсын. Тамада мырза тос бергеніңізге рахмет. Осылай достары деп бөліп жармай екі жақты бірдей шақырғандарыңызға рахмет. Той құтты болсын. Айда жаным, қуанышың әрқашан ортақпын. Гүлшарапке, той құтты болсын. Баланың сүндет той құтты болсын, Хамзаттың. Бар жақсылық болсын. Той-тойға ұласа берсін. Үлкен ер азамат болсын. Жолы ашық. Ел қорғайтын, ел азаматы болсын. Бағанан бер жақсы тілектер, ниеттер айтылып жатыр. Соның бәрі періштенің құлағына шалынсын. Жүздеріңізден күлкі кетпесін. Әр үйге осындай той. Тілеймін жұғысты болсын бізге де. Тек той көрейік. Жақсылық болсын, той құтты болсын. Енді тойшыл қауым бір сәт кішкене шамалы тынышталсақ, достардың тілегін негізі көбісі тыңдай қоймайды, өйткені тост деген тойдың арт жағына келгенде. Сондықтан кішкене сабыр сақтап, сәл-сәл шыдап тыңдасақ деген өтініш бар еді. Енді тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын дегім келеді. Осы жерге жиналып отырғаннан кейін той баршамызға ортақ. Енді Аида жаным, осындай ер азамат болып өсіп келе жатыр ғой. Осы сенің үмітің дақтасын, жасаған жақсылығың дақтасын. Мамаң кішкентай
құндағынан асырап, осындай жүгіртіп, есейтіп берген әжесінің мақтанышы болсын дегім келеді. Үлкен биіктерден көрінсін дегім келеді. Алла беретін бақытын еселеп берсін дегім келеді. Осындай үлкен отбасыңда сәл тынышталайықшы. Өзіміз шулап тұрмыз. Осындай үлкен ер азамат болсын дегім келеді. Елдің қалаулысы болсын. Өзің енді ерекше жақсы көресің ғой. Оны бәріміз білеміз. Мамаң жақсы көреді. Сондықтан үміттеріңді ақтайтын елге қалаулы ер азамат болсын дегім келеді. Көркіне ақылы сай. Осындай жүгіріп, қаншама еңбегіңді төгіп жүргенде сол еңбегіңді ақтайтын балаң болсын дегім келеді. Осылай той деген бәрімізге жұғысты болсын. Осындай үлкендеріміз сияқты, әжелеріміз, аталарымыз сияқты бізде де немере шөбере сүюге жатсын дегім келеді. Үлкен тойда тойлатып, кездесіп жүре берейік. Сіз бізіміз жарасып, сыйластығымыздан ажырамай, достығымыздан айырылмай, осындай бір үлкен осы Хамзаттың үйлену тойында осындай бас қосу соған жеткізсін Аллам. Әумин. Рахмет, қошеметтеріңізге. Сәлематсыздар ма? Біз Қараңғыдан келдік, 6,5 сағат келдік. Оның 4-3 бөлігін левый берег пен правый берегтің арасындағы пробка алды, так что ренжімеңіздер, Аида, сен де ренжіме. Тәте, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Негізі сүндет той, сүндет деген негізі тазалықтың, пәктіліктің, мұсылмандықтың белгісін білдіреді. Сондықтан бүгін Аида, тәте, сіздерді құттықтаймын. Әлемнің жарығын сыйлаған, даланың әр гүлін жинаған сізге 1000 алғыс. Аида, саған Хамзатты туған үшін алғыс. Тәте, сізге 1000 алғыс. Бүгін сіздерге тілейтінім, Аида, тәте, дастархандарыңыз тоқ болсын, уайым қайғы жоқ болсын, бақ дәулет берсін бастарына, ғұмыр берсін жастарына. Жамандықтың бәрі жоламасын қастарыңа. Біз сіздерді жақсы көреміз, Аида. Білесің ғой, біз Қарағандыға келсек, 1 шулатып аламыз, 2 шулатып аламыз, любой кипиш деген сияқты. Сондықтан да әрқашан біздің ортамызда біздің гүліміз болып табыласың. Әрқашанда біз сені қолдаймыз. Біздің қасымызда осылай жүре бер. Хамзатың үлкен азамат болсын, еліміздің беделді азаматы болсын. Әрқашанда мақтан тұтатын ұлы болсын, еліміз батырымыз болсын, президентінің болсын. Осындай бала тәрбиелеу өте негізі, азамат өсіру деген өте қиын. Сондықтан да саған тек қана Аллах саған тек қана күш қуат берсін, әрқашанда қолдау берсін. Біз саған көмектесеміз шамамыз келгенше. Бізден үлкен де саған үлкен құрметіміз бар. Сені сыйлап келіп отырмыз, мамаңды сыйлап келіп отырмыз. Саған да үлкен алғыс, мамаңа да үлкен алғыс тағы да. Сондықтан да бізден үлкен сәлем, біз сені жақсы көреміз. Рахмет, шапаласой. Тілектеріңізге рахмет, өте қысқа екен. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Бүгін міне осындай үлкен тойға жиналып отырмыз. Аида жаным, саған тілерім, ең басты денсаулық. Осындай кішкентай балапанды өсіру үшін бірінші денсаулық керек. Көптеген қиындықтардан өтіп келесің. Тілерім, әрқашанда жақын жолдастарың қасында болсын, қиындықтар аз болсын, қуанышты осындай дастархандарың мол болсын, осындай дастарханға келіп сені қолдайтын жолдастарың көп болсын. Тілейтінім саған берекелі бол. Сөзімді ұмытып қалдым ғой. Барлық жақсылықты тілеймін. Дастарханың тек осындай жақсы, қуанышты сәттерге тола берсін, жиын осылай бола берсін, тойларың тойға ұласа берсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Берекелі бол, өне бер, өсе бер. Әрқашан қасындамыз, көмектесеміз, қолдаймыз, жаным. Жақсы көреміз сені. Өте сондай бір ақ көңіл, әрқашан қиын болса қасында көмектесіп, көтеріп, поддержка жасап жүретін сондай бір адал жансың. Сондықтан енді мен көңілім толығып тұр. Жақсы көремін сені, рас. Сыйлайым, мамаңа үлкен рахмет. Осындай
барлық жақсылықты тілеймін барлықтарыңызға. Дастархандарыңыз осындай қуанышқа жайыла берсін, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Молодец. Шапалағырай қошемет. Ал, жалғастырайық. Аидочка моя, поздравляю, Хамзатиктің сүндет тойы құтты болсын. Осы жиналған қауымға рахмет, осылай сыйлап барлығы келіп тұрғанына. Мамаңа рахмет. Сол Хамзатикқа денсаулық тілеймін. Әрқашанда биіктерден көрінсін. Ты самая красивая, самая добрая, самая хорошая. Я тебя очень сильно люблю, очень сильно уважаю. Достығымыз көп болмаса да, қанша 2 жыл ма, 2 года с тобой дружим, но ты мне прям породнились, мы с тобой прям, я прям рада, что с тобой познакомилась. Сол, той вообще күшті, рахмет шақырғаныңа. Все на высшем уровне, как всегда, как ты любишь. Сол, барлығы жақсы болсын, алда бол, ылғида алда бол. Пусть у тебя будет все хорошо, и за это тебе будет ничего. Құдай. Шапала қайда, Құдай. Қайдас, мынау сізге. Құрметті тойшыл қауым, ассалаумағалейкум. Аида, бүгінгі Хамзаттың сүндеті құтты болсын, дені сау болсын, әрқашанда жол ақ болсын, дастархандарыңызда әрқашанда үйлеріңізде той болсын дегім келеді. Ал Айдош, бүгінгі сүндеті құтты болсын. Бүгінгі қонақтардың айтылып жатқан тілектері періштен құлағына шалынсын деп тілеймін. Сол, жақсылықта, қуанышта кездесе берейік. Үлкендеріміз аман болсын, бар болсын. Бүгінгі той құтты болсын тағы да. Рахмет. Кім сөйлейді? Лаурадан басқа кім сөйлейді? Аида, сүндет тойларыңыз құтты болсын. Қазақстанның ең бір мақтаныш деген азаматы болсын. Осы келіп отқан қонақтардың бәріне сені сыйлап келіп отыр. Дастархан тек жақсылыққа жайылсын. Енді айтсақ тілек көп, бағымнан бері айтылып жатыр, соның бәрі қабыл болсын деймін. Қысқада нұсқа айтып, микрофонды алыстан келген Жаслан мен Мөлдірге берейін. Біз местный адамбыз ғой. Қайда ол кісілер? Келші аға, тау адам. Тау адамның қасында құттай мен бар десе, келіңіз аға. Келіңіз аға, тағың бар қасында, алыстан келген. Кім? Жабайыңыз қайда? Келіңіз. Ал енді мынау сонау құрмет көрсетіп жатырмыз, сонау жақтан алыстан келген қонақтардың тілегін тыңдайық, қалғанымыз қосыламыз, иә? Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Бүгін мынау ақ түйенің қарны жарылып, Аида ханымның үйінде той болып жатыр екен. Хамзат баламыз үлкен азамат болсын. Тойға болсын. Сол. Аида, жаным, мынау ұлыңның бүгін үлкен өмірге қадамы құтты болсын. Үлкен азамат болуға. Дені сау болсын, отбасында тек жақсылық болсын. Мен тілерім осы жерде айтылған барлық жақсы тілектердің бәрі орындалсын. Құдай, сіздерге рахмет. Алла разы болсын. Қысқа тілектерің күшті, вообще керемет. Өте күшті. Мен бар душқа түсіп келдім. Ал, өзім білем бір адам. Суретке солай, достар. Келіңіздер, суретке сай, сосын достардың аттан тамаша ән болады. Келіңіздер, фото сурет, достар. Достар мәңгі жасасын. Нас не видно. Стоп. Асықпады. Артында көрінбей тұр ғой. Брат, сен вообще көрініп тұр, сен шашында көрініп тұрған жоқ. Кішке шықсай бер қарай, братан. Кішке шықсаңшы. Бірінші ряд кішкене. Братан, сен де шықшы. Құдай. Жігіттер, алға отырайшы, жігіттер. Е? Рахмет. Насыр. Ал, тамаша. Күлеміз, шамамыз келгенше. Ай, рахмет достар, молодцы, вообще керемет.
Құрметті меймандар, міне уақытымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі тойға сіздер қанша тілек айтып, рахмет айтып жатсыздар. Сондықтан да енді біздің де рахмет айтатымыз уақытымыз келді. Сондықтан да бізден рахмет болсын. Содан кейін дәм қайырып, билейтіндер биге, билемейтіндер пакет ұстап үйге. Келесі той, ал енді той иелеріне микрофонды табыстайық. Рахмет айтсаңыздар. Мамау. Мамау. Құдағайым кетіп баратыр. Құдағайым шапса. Тұра берсін. Ал бүгінгі келген қонақтарыма рахмет айтам. Алыстан келіп жатыр. Тарас шаһардан келіп жатыр. Көкшетаудан келіп жатыр Жанка. Жан жақтан Қарағанды, Ағадыр, Балқаш. Сол сіздерге үлкен рахмет. Мен қуанышымды келіп бөлісіп. Сол той ойымнан шықты. Келгендеріңізге рахмет. Болды. Қысқадан нұсқа. Мама, не деген рахмет, не деген қошемет, вообще күшті, классно. Құрметті қонақтар, құда-құдағиларым кетіп қалды енді. Асығып, жастар отыр. Өте қуаныштымыз. Бір единственный экземпляр құдағайым қалды. Маған верный құдағай, любимый құдағайым отыр. Шығарып сап, сол шаршап қалдым жана. Құда-құдағайды тосу, оны күтіп алу, оны шығарып салу оңай емес. Алла қаласа бастарыңа келеді, сол кезде түсінесіңдер. Ал енді бүгін міне бізде үлкен той болып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Неше күн болды, айда ұйқы жоқ. Жолдастарына көп рахмет. Көріп, қуанып отырмын. Айдамды бәрі сыйлайды екен, жақсы көреді екен. Менің қызымның қолы ашық, мен білем, шашып жүреді, өзінде жоқ болса да, жолдасына любой момент выручать етеді. Мен келе айтам, немеге шаша бересің деп. Мама, это же мои друзья дейді. Сол сияқты сендерде де бәріңе де осындай верный друзьяларың көп болсын. Еңбектерің жемісті болсын. Әрқашанда осындай мол дастархан алдарыңа жайыла берсін. Сыйластық болсын. Самый главный сыйластық. Сыйлассандар болды, басқаның ештемен керек емес. Сыйластықты сатып аламайсың. Басқаның бәрін сатып алуға болады. Сондықтан барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Отбасыларыңа аманшылық тілеймін. Әрбіреуіңнің үйінде осындай той бола берсін. Не айтам? Бұрында біздің уақытта айтатын, не имей 100 друзей, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей деп айтатын. Қазір ақшаның керек емес, былай қараған енді керек әрине, но егер қасында жаңағы Лаура сияқты, Құрманғазы сияқты, мама дейсің бе өзің? Осындай адал достарың болса, сен өмірде ешқандай қиыншылық көрмейсің деп ойлаймын. Сондықтан саған қызым, доча моя любимая, мен өзім үшін туғам ғой бұл Айданы. Қартайғанда қасымда жүрсін, қасымда өзімнің тірегім болсын, мақтанышым болсын деп, солай Айданы өзім үшін туғам. Сөйткен Айда мені қазір енді қызын жасын айтпайды дейді ғой, 30-дан асып барады. Бірақ та миы енді бір 50-60 адамның миындай. Сол, бұл жан-жақты, мектепте де жақсы 5-ке бітіріп шыққан. Одан кейін мұғалімнің оқуын бітірген, қызыл дипломға. Одан кейін оның бәрін бір жаққа қарай сырып тастады да, мен бизнеспен заниматься етем деп бір күні маған айтты. Мен қоштайым дедім. Қазіргі заманда былай қарағанда профессия енді қатты былай керек емес сияқты. Көбінесе жаңа ақша қай жерде жүр, сол жерде жүру керек. Сойтып жүргенде Хамзатымыз туды. Айттым, Айда, сен Хамзатқа қарама,
өзім асырайым, сақтайым. Сен өзіңнің байытын, көтерілетін жолмен жүре бер дедім. Сонымен Аидамыз міне 5 жыл, 6 жыл сол жолменен келе жатыр, еңбек жолменен. Сол мен қызыма өте ризамын, рахметімді айтам. Мен батамды баяғыда бергем қызыма, ақ сүтіңді сен ақтадың деп өзіне айтқан болатынмын. Енді ойға да, қырға да барлық жерге мені көтеріп, арқалап, жетектеп алып барады. Ешқандай менде уайым да жоқ, қайғы да жоқ. Аидамның арқасында проблемам жоқ. Аида маған 100 мың салып жүрші, көлек алайын деп едім десем 100 мың салып жүреді. Аида маған 200 мың салып жүрші, мен бір қонаққа кетіп баратырмын десем 200 мың салып жүреді. Сондай осы Аидадай балаларыңыз көп болсын сіздердің. Бәрі Құрманғазы әсіресе сенде. Жақсы, бәріңізге көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп кеп, бізбен бөлісіп, қуанышымызға кеп жатқандарыңызға көп те бір рахмет айтам. Ал, бәрекелді, ардақты ағайын, құрметті ағайын, туыстар, тумалар, құда-құдағилар, баршаларыңыз аман есен жолдарыңыз болсын. Мына 5 күндік жалған дүниеде бастарыңызға қандай сынақ болса да, сол сынақтан сүрінбей өтуге Алла нәсіп етсін деймін. Тек қана қуанышта, тойда кезгенше аман сау болайық. Қазақтың тойы бітпесін! Дастарханың байлығын берсін, денсаулығын берсін. Аида мен Хамзат дөй жігіт болып өсе берсін. Хамзаты Кадировна екеуі осы қызықтың бәрін көре берсін. 1-ші классқа барсын, 10-ші классқа барсын, сөйтіп тойлай берсін, дендері сау болсын, отанымыз тиіш болсын, дастарханымыз байлы болсын.